Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Айым. Бүгін біз тауық етін қабат қамырда дайындаймыз. Ол үшін тауықтың аяғын алып, пышақпен кесіп, шанышқының көмегімен кесеміз. Содан кейін етімізді тұздап, қара бұрыш салып, жақсылап араластырамыз да, ас пленкасын жауып 20-30 минутқа қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге картоп, қызанақ, жуа керек болады. Барлық көкөністерімізді 4 бұрыш етіп турап, дайындап қоямыз. Енді табамызды қыздырып, май құйып, барлық көкөністерімізді қуырып аламыз. 10 минуттай қуырамыз. Оған қоса ірімшігімізді үкіштен өткізіп аламыз. Кейін табамызды тағы да отқа қойып, май құйып, тауық аяқтарын екі жағынан да қуырып аламыз. Енді қабат қамырымызды оқтаудың көмегімен ысып, оны 6 бөлікке бөлеміз. Тауық аяқтарының үстін фольгамен орап қоямыз. Енді ең маңызды кезең, ол нанымызды алып, үстіне картоп, қызанақ салмасын саламыз да, бір тауық етін аяғын майонезбен кішкене жағып, ортасына қойып, үстіне ірімшік сеуіп, конвертімізді жабамыз. Содан кейін жұмыртқаның сарысын алып, барлық нанымызға жағып, үстіне күнжіт себеміз. Духовкамызға 30-40 минутқа қоямыз. Міне, уақыт өткеннен соң біздің тағамыз дайын болды. Өте ерекше көрінеді, иісі, дәмі өте керемет. Енді кәне кесіп көрейік. Кескенде біздің нанымыз өте жұмсақ, нанымыз, етіміз және көкөністеріміз жақсы піскен. Егер де сізге бұл рецепт ұнаса, каналыма жазылып, қоңырауды басуға ұмытпаңыздар. Осындай ерекше тағамды сіздерге дайындауға кеңес етемін. Менімен бірге болғандарыңыз үшін және видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін көп рахмет. Сіздерге ас болсын. Сау болыңыз.